Бүгін көпшілік ұната бермейтін брокколи жайлы айтатын боламыз. Брокколиді көпшіліктің ұнатпауының басты себебі оны дұрыс дайындай алмауында. Егер брокколиді дұрыс дайындамаса, оның дәмі өзгеріп, езіліп, жағымсыз иіс бөліп, жеген адамда брокколиге деген кері әсер қалдыруы әбден мүмкін. Алайда дұрыс дайындалған брокколи сізге ұнап қана қоймай, денсаулықты сақтаудағы алтын тәжді көкөністер қатарына енген болар еді. Қазақ тіліндегі каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Брокколи 40 қабат тұқымдасына жататын жасыл көкөніс. Брокколидің құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер, мысалы А, С, К, В тобының дәрумендері, минералдар, клетчатка, антиоксиданттар, ақуыздар кездеседі. Брокколидің әр ағзаға қалай әсер ететінін бөліп айтатын болсақ, миға пайдасы: есте сақтауды жақсарту, ми жасушаларын қорғайды, зейінді арттыруға көмектеседі. Жүрекке пайдасы: қан айналымды жақсартады, зиянды холестерин деңгейін төмендетеді, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуға көмектеседі. Көзге әсері: көз шаршауын азайтуға көмектеседі, көздің көру қабілетін жақсартады, көздің қауіпті ауруларының алдын алуға көмектеседі. Сүйек буындарға пайдасы: брокколи құрамындағы кальций мен К дәрумені сүйектерді нығайтады, сүйек сынғыштығының алдын алады, қимыл қозғалыстың жақсаруына ықпал етеді, сүйек буын ауруларының алдын алады, тістердің сау болуына оң әсер етеді. Иммундық жүйеге әсері: брокколидің құрамында С дәрумені тіпті цитрустық жемістерге қарағанда көбірек кездеседі, ал С дәрумені жоғары иммунитеттің кепілі. Ағзаны инфекциялардан қорғайды, ағзаның кез келген вирустар мен ауруларға төзімділігін арттырады. Ас қорыту жүйесіне пайдасы: брокколи клетчаткаға өте бай. Брокколиді жиі қолдану ас қорытуды жақсартады, ішек құрылысының жұмысын реттейді, токсиндер мен шлактардан тазартады, іш қатуын болдырмайды, тоқ ішекте пайдалы бактериялардың пайда болуын қамтамасыз етеді. Теріге әсері: бет теріңіз жылтырай түседі әрі балғын көрінеді, тері серпімділігін жоғарылатады, энергияңызды арттырып, көңіл күйдің жоғары жүруіне септігін тигізеді. Артық салмақ: брокколидің калориясы өте төмен болғандықтан, артық салмақтан арылғысы келетін адамдарға таптырмас өнім. Брокколи қабылдай отырып, артық салмақтан арылу, сонымен қатар ағзаны қажетті дәрумендермен қамтамасыз ету, яғни ешқандай кері әсерсіз артық салмақтан арылу. Қатерлі ісікке қарсы: брокколидің ең маңызды қасиеттерінің бірі құрамында сульфорафанның болуы. Сульфорафан ағзадағы зиянды заттардың сау жасушаларды зақымдауының алдын алады, ағзадағы зиянды бос радикалдардың шығуына ықпал жасайды. Брокколиді дұрыс дайындау: брокколиді алып кесіп, дереу қайнаған суға немесе буға салуға асықпаңыз. Брокколиді жуып, тазалап кесіп болған соң кемінде 45-50 минут сол туралған күйінде қалдырыңыз. Себебі осы уақыт аралығында қажетті мөлшерде сульфорафан синтезделіп үлгереді. Осы кезде ғана брокколидің барынша пайдалы қасиеттерін өзінде сақтап қаламыз. Брокколиді қайнаған суда 10-15 минут қайнатудың қажеті жоқ. Егер көп қайнататын болсаңыз, дәмсіз, құнарсыз, жеуге тәбетті қашыратын жұмсақ көкөніс қана қалады. Туралған күйінде қалдырып, бүкіл пайдалы қасиеттерін бойына сіңірген брокколиді қайнаған суға 2-3 минутқа қана салып, бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Қайнаған брокколиді дереу салқын суға салып аласыз. Сонда пайдалы қасиеттерін, дәрумендерді өзінде сақтап қалады. Жегенде қытырлап, тәбет ашарлықтай дәмге ие болады. Ал сіз брокколиді қалай дайындап жүрсіз? Пікір қалдырып, өз тәжірибеңізбен бөлісіп кетіңіз. Бізге әр оқырманның пікірі маңызды.